Сәлеметсіздер ме балалар? Қалдарың қалай? Балалар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз таңертең. Утром. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын өткен сөздерді қайталайық. Бұл не? Бұл сүт. Бұл не? Бұл қант. Бұл не? Бұл балмұздақ. Жарайсыңдар балалар. Бірінші тапсырма: жаңа сөздерді тыңда, қайтала, оқы. Таңертең. Ішемін. Жеймін. Нан. Сүт. Ботқа. Шырын. Жақсы балалар. Екінші тапсырма: тыңда, қайтала. Мен таңертең сүт, шырын ішемін. Мен таңертең ботқа, нан жеймін. Үшінші тапсырма. Балалар, бүгін біз сіздермен ү дыбысы мен әрпін өтеміз. Ү дыбысы дауысты дыбыс. Мысалы: үй, күн, үш. Сенің атың кім? Менің атым Үсен. Балалар, сендер ү әрпі бар қандай сөздерді білесіңдер? Жақсы балалар, үйде осы сөздер мен ү әрпін дәптерге жазамыз. Және де кері байланыс беруді ұмытпаймыз. Егер бүгінгі сабақты толық түсінсең, жасыл смайлик, орташа түсінсең, сары смайлик, егер мүлде түсінбесең, қызыл смайликтің суретін дәптерге саламыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.